Қайырлы күн барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Біз сатып алып жейтін кепсиден дымда айырмашылығы жоқ кепси жасадым. Тура сол сияқты болып шықты, өте керемет болып. Видеоны соңына дейін қараңыздар, сіздер де көріп алыңыздар. Ол үшін бізге осындай тауықтың қанаттары, крылышки, голень майдасы қажет болады. Осылай бөліп аласыздар, жақсылап жуып, тазалап, ортасынан бөліп аласыздар. Енді осыны мариновка жасайтын боламыз. Ол үшін бізге су, 1 қасық тұз, 1 қасық тәтті паприка, 1 қасық қара бұрыш, ащы бұрыштан да аздап қостым чай қасықпен. Сіздер егер ашты болуын қаласаңыздар, көптеу қоссаңыздар болады. Енді осыны мариновкасын құйып, холодильнигімізге 3-4 сағатқа қалдыратын боламыз. Одан да көп қалдырсаңыздар, жақсы сіңеді мариновкасы. Пакетпен жауып, холодильникке қалдырып қоятын боламыз. Енді оған дейін мен ұнын дайындаймын. Біз ұнға араластыратын боламыз. Сіздер де қарап отырыңыздар. Ұнға осындай 1 қасық тұзын толтырып салыңыздар шай қасықпен. Сосын тәтті паприкамызды да 1 шай қасық толтырып салыңыздар. Ашты болуын тағы да қаласаңыздар, ашты бұрыштан да қосып жіберсеңіздер болады. Мен тәтті етіп жасадым. Жақсылап араластырып, енді осыны біздің мариновкасы сіңіп тұрған крылышкілерімізді ұнға былғап алатын боламыз. Жанымызға суды қойып қоямыз. Оған да тұз салуды ұмытпаңыздар. Мен қолымның көмегімен жасап жатырмын. Әрине қолымды тазалап, жуып, осылай маған ыңғайлы болды. Осылай сілкіп аласыздар. Осындай сіздерде егер сүзгіштің көмегімен де жасасаңыздар болады. Болмаса басқа да ыдыстар бар қазір түрлі. Суымызға араластырып, енді тағы да ұнымызға былғап алатын боламыз. Ұнымызға 2 рет былғасақ осылай жетеді. Мен осылай ұны жабыссын деп тағы да осылай жасап жатырмын. Қолымды көріп жатсыздар видеода. Енді біз оны қазір пісіретін боламыз. Мен осыны көп жасап жатырмын, сондықтан жартысын алып қалдым. Осы жартысын жасап көрейін бірінші, қалай шығады екен, сіздерге көрсетейін. Әдемі шықты менде. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады, өте оңай жасалады екен. Енді қызып тұрған майымызға, сұйық майымызға қуырып алатын боламыз. Менде жаңа таза сұйық май болған, 1-2-ін қуырып көрдім, жақсы шықты. Енді осылай бәрін салып, баяу отқа қуырып алатын боласыздар. 15 минут қуырасыздар бұны. Көп қуыру керек екен, өйткені іші піспей қалады. Астын басып қойыңыздар. Баяу етіп жай басып қойыңыздар да, бір 15 минуттай жақсылап пісіріп алыңыздар. Ұзақ уақыт, өйткені іші піспей қалады. Міне сап-сары қызарып шықты, іші де пісті. Көп қойсаңыздар іші пісіп шығады. Міне өте керемет болып шығып жатыр. Әрі қытырлақ болып шығады. Қазір мен жартысын жасап көрейін. Мынау әдемі шықты менде. Осы жартысына мен осындай үйде бар екен. Мен осыны пайдаланып көрмеппін. Ұнның үстіне панировочныйды қосып жібердім. Осындай крылышкиге арналған бар екен. Ұнның үстіне оны да араластырып көрейінші дедім. Бірақ жеке өзім пайдаланып көрмедім. Сіздер мүмкін пайдаланып көрсеңіздер, қалай екен көресіздер. Келесі жолы мен соны пайдаланып көремін. Тағы да ұнға жақсылап араластырып, мен жаңа өзінің мариновкасы жасалған суына да араластырып жатырмын. Өте керемет болып қызарып шығады. Сұйық майы сәл аздап түрі өзгереді екен. Оны бірақ пайдалануға келесіге бола ма, болмай ма, оны білмейді екен бірақ. Міне қытырлақ болып шықты, керемет болды. Тіпті менің осы кіші ұлыма да ұнады. Бірінші рет жеп тұр кепсиді. Мен өткен ашты қоспадым. Өзіне ұнап, кәдімгідей рахаттанып жеп жатыр. Сіздер де осылай балаларыңызға жасап берсеңіздер, қуанып қалады. Міне өте керемет, сап-сары болып, қытырлақ болып, тура кепсиден дымда айырмашылығы жоқ. Енді сатып алмайтындай болдық. Сатып алмай, осылай үйде жасап берсеңіздер, ақшаңызда үнемдейсіздер. Өте керемет болып шығады. Дымда сол кепсиден айырмашылығы болған жоқ. Отбасыларыңызды, балаларыңызды қуантып осылай жасап берсеңіздер, жасап беруге кеңес беремін сіздерге. Әрі оңай, қарапайым ғана жасалады екен. Ас болсын сіздерге. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.